Сәлем достар, міне 8 марттың подаркасын 9 март күні алдым. Күйеуім сумка берді екен деп қуанып кетсем, сөйтіп қайнапкем WhatsAppпен звондаған екен, қайнапкем берді екен де қалым. Сөйтіп ішін ашып көр деді. Ішін ашып қалсам, мынандай бір пакет салып қойыпты. Пакеттің ішін аш, ішінде ақша бар дейді. Ішін ашып қалсам, мынандай бір қағаз тұр. Енді шынымен сотка екенін былайынан қарап білініп тұрды. Мен iPhone подарок етті. Бұл енді 8 марттың потологы болды. Күйеуім өйстіп iPhone 14 алып берді. Енді действительно өзім шок болдым. Сөйтіп ампен чек дей ма не дейді, сондай жасайтын болдым. Аштым, ішін көрініпті. Аппақ iPhone, қараңыздар, қандай керемет. 8 марттың подаркасы осылай зор болды. Мәз болып қуанып, күйеуіме рахмет айтып құшақтадым. Бәрі жағаласып кетті. Келінмен де, Алинамен де бәрімен амандасып. Сөйтіп айфонды болғаныма қатты қуанып оны қостым.